да дарынды арулар мекені. Биыл бұл қалада алғаш рет Өскемен ару байқауы өтуде. Бұл тек сұлулық сайысы емес, нағыз талғампаздық пен ақылдың бәсекесі. Бүгін біз дәл осы тарихи сәттің куәсі болмақпыз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін тарихымыздағы ерекше оқиға. Өскемен қаласында алғашқы рет Өскемен аруы байқауы өтуде. Бұл тек сұлулық байқауы емес, мұнда ақыл, харизма және өнер бағаланады. Аруларымыздың деңгейі қандай? Бүгін жеңіске кім жетеді? Ендеше бірге білейік. Кеттік. Жалпы осыны ұйымдастыру туралы ой қайдан келді, қалай келді? Ол біздің Instagram парақшасына сұрақтар деген сілтеме болғанда, сол жерде өзім оқырмандарым біреуі жазған болатын. Осы наурыз айында неге сіздер осы наурыз аруы жалпы осындай конкурс ұйымдастырмайсыздар деп. Сосын біраз біз ойланып сол страницамызға салып, ой салдық, әкімді тіркеп жаздық та, біздің қолымыздан келеді, сіздер бізді қолдап жерсеңіз деп, әкім бірден бізге жауап берді. Қазақ тілімізді, салт дәстүрімізді жаңғырту деген. Енді әкімшілікке ең үлкен алғыс айтамыз. Міне, байқау басталды. Қатысушылар сән көрсету арқылы ортаға шығып, алғашқы әсер қалдыруға тырысуда. Бұл олардың нағыз бәсеке алаңындағы алғашқы қадамы. Азанбаева Малика Сырымқызы болам, жасым 29-да, 3 баланың анасымын. Байқауға келгендегі мақсатым өзімді сынап көру болды. Ашып, қандай қырларым бар, соны көрсету. Менің аты-жөнім Әбдіқапар Марқа, 6 номердегі қатысушымын. Аманжолов университетінің 4 курс студентімін. Бұл байқауға қатысуымның себебі өзімнің сыртқы сұлулығымды емес, ішкі жан дүниемдегі тығылып жатқан дүниелерді сыртқа шығару. Байқаудың әр кезеңі ерекше. Мұнда сән де бар, интеллект те сыналады, шығармашылықты бағаланады. Әр ару өзін барынша көрсетуге тырысуда. Қаламызда алғаш рет ұйымдастырылып отырған Өскемен ару байқауының конкурсіне 80-нен астам ару тіркелген болатын. Ал финалға олардың тек 10-ы ғана іріктеліп алынды. Арасында көрермендердің көзайымына айналған Әбдіқапар Марқа, Азанбекова Малика және Темірова Зинаида бар. Ендеше жеңіске кім жетеді? Алдағы уақытта барлығын бірге білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін қай аруды қолдауға келдіңіздер? Әбдіқапар Марқа. Ол менің группаласым, әрі құрбым. Сол кісіні бүгін қолдауға келдім. Жалпы менің ойымша, әрине барлық ару сұлу, бірақ 6 номердегі Әбдіқапар Марқа лайықты деп ойлаймын сәукелеге. Өскемен аруы байқауының жеңімпазы, гран-при иесі Бектемирова Зинаида. Байқау туралы айта кетсеңіз. Менің ойымша, Өскемен жобасы байқауы әрі қарай жалғасын табу қажет. Бұл үлкен мүмкіндіктер, үлкен бір қызыққа толы кезең болды менің өмірімдегі. Қазір қатты қуанып тұрмын. Жылағым келіп тұр, шыны керек. Бүгінгі байқау туралы, жюри болды, сол туралы айта кетсеңіз, қыздардың өнері қалай болды? Біз бүгінгі байқауда әділ бағалауға өте тырыстық. Айтарым, бүгінгі күні ең лайықтысы жеңді деп есептеймін. Қыздардың өнерлеріне өте тәнті болдық. Жан-жақты қазақ қыздарының тек қана бір бағытта ғана емес, отбасылық жағдаймен ғана емес, қоғамда да өздерінің орындарын таба білгендерін көріп, соған көзім жетті. Осымен Өскемен аруының финалы бүгін аяқталды. Бас жүлдені, яғни гран-приді Бектемирова Зинаида аруымыз алды. Барлық арулар өзінің өнерлерін тең дәрежеде көрсетті. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар. Мен майрам бар осыдан біл анам кім, бибі гүл мен роза апам шоқ жұлдызы.